Рим империясы шығыста неліктен сақталды? Рим империясының шығыс аймақтары экономикасының даму деңгейі жағынан батыс аймақтардан әлдеқайда алда болды. Сол себепті император Константин 324 жылы астананы Рим қаласынан Босфор бұғазындағы Византий деген шағын қалаға көшірді. 330 жылы ол қаланың аты Константинополь деп өзгертілді. Константинопольдің астанаға айналуы оның географиялық орнына байланысты еді. Ол Европадан Азияға, Қара теңізден Эгей теңізіне апаратын аса маңызды сауда жолдарында жатты. 395 жылы Рим империясы ресми түрде батыс және шығыс болып екіге бөлініп кетті. Константинополь шығыс Рим империясының астанасы болып қалды. Бұл қала бұрын Византий деп аталғандықтан, шығыс Рим империясы тарихта Византия империясы деп аталды. Византияның құрамына Балқан түбегі, Кіші Азия, Сирия, Палестина, Мысыр, Месопотамия мен Арменияның біраз бөлігі, Жерорта теңізінің шығысындағы аралдар мен Қырым, Кавказдағы иеліктер кірді. Шығыс Рим империясы ерте орта ғасырларда батысқа қарағанда әлде қайда бай еді. Империяны Мысыр мен Фракия астықпен қамтамасыз етіп отырды. Византияның тіршілігі қайнап, қолөнері дамыған сауда орталығына айналған Александрия, Иерусалим, Константинополь сияқты қалалары көп болды. Византия империясы бірінші Юстиниан билік құрған кезде күшейді. Мемлекеттік құрылымы жағынан Византия империясы бір адамның шексіз билігінде бағындырылған монархия болды. Барлық өкімет билігі Василевстің қолына шоғырланды. Византия қоғамында демдер деп аталған саяси партиялардың ықпалы зор болды. Олардың ішінде әсіресе венеттер, көктер және прасиндер, жасылдар партиялары ерекше оқшауланатын. 532 жылы осы партиялардың басшылығымен болған Ника көтерілісі әрең дегенде басылды. Бірінші Юстиниан 532-537 жылдары Константинопольде Әулие София соборын салғызды. 6 ғасырдың аяғынан бастап Византия шіркеуінің ең жоғарғы басшысы Константинополь патриархы болды. Шығыс Рим империясының батыстан бір ерекшелігі Византия халықтарының бәріне бірдей ортақ әрі міндетті заңдар мен құқықтар негізінде өмір сүруі болды. Бірінші Юстиниан билігі кезінде жазылған азаматтық құқықтар жинағы басшылыққа алынды. Бірінші Юстиниан 534 жылы солтүстік Африкадағы вандалдар корольдігін талқандады. 535-555 жылдары Италияны остготтардан тазартты. Испания үшін вестготтармен шайқасты. 540-562 жылдар аралығында Иранмен соғысты. 5 ғасырдың аяғынан бастап Византияға солтүстіктен славян тайпалары үлкен қауіп төндірді. 6 ғасырдың аяғына қарай славян тайпалары Византия жеріне басып кіріп, Фракияда, Македонияда орнығып алды. 681 жылы Византияның солтүстік шығысында алғашқы славян мемлекеті Болгария патшалығы құрылды. 8 ғасырдың аяғында Византияға тағы да бір славян тайпасы орыстардың шапқыншылығы басталды. 860 жылы орыстар Константинополь қаласына дейін келіп, Византиямен келісім жасасып, кері қайтты. 907 жылы орыстар тағда қала маңындағы елді мекендерді тонап кетті. Константинополь түбінде орыстар грек отының көмегімен талқандалды. 988 жылы Киев Русия Византиядан христиан дінін қабылдады. Византия түрік қағанатымен қарым-қатынас жасаған. Император 2 Юстин кезінде түрік қағаны ештемей, Константинопольге көпес Маниах басқарған елшілік жіберді.
Византия императоры бұл елшілікті құрметпен қарсы алып, қайтарында Византия елшісі Демархты қосып, түрік қағанатына аттандырды. Екі ел арасындағы келіссөздерде сауда және сасанилік Иранға қарсы бірлесіп қимылдау туралы сөз болды. Қаған сарайы Иран мен Византия арасындағы қатынасқа араласпады. 7 ғасырдың 30 жылдарынан бастап Византияға арабтар қауіп төндірді. Арабтар Византиядан оның ең бай жерлері Сирия, Палестина, жоғарғы Месопотамия, Мысырды тартып алды. Араб әскерлері Константинопольді бірнеше рет қоршап, шабуылдағанымен оны басып ала алмады. 7 ғасырдың аяғында арабтар Византияның солтүстік Африкадағы жерлерінде тартып алды. 8 ғасырдың ортасында ғана Византия арабтарға қарсы күресте біраз жеңістерге жетіп, Сирияға басып кірді.